Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Парламент мәжілісінің депутаты Мәди Ахметов мырза, қош келдіңіз дейміз. Мәдениет және спорт министрлігінің туризм индустриясы комитеті төрағасының орынбасары Мирас Төлебаев, психолог Аманжан Әбдікәрімов, журналист Ермұхамед Мәулен және қаржы мониторингі агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов. Қош келдіңіздер. Білмеймін, жалпы осы бір ойын бизнесі, лотерея дегенде бір жалпақ жұртқа қатысы жоқ, бір қызықсыздау көрінуі мүмкін. Бірақ енді бүгін біз көтеріп отырған тақырыптың маңыздылығын түсіндіру үшін бір салыстырмалы түрде айту керек шығар. Мәселен, мамандар бұл ойын құмарлықты, кәдімгі алкоголизм, нашақорлықпен тең дәрежедегі проблема ретінде көреді. Расында қарап болсақ, осы ойын құмарлықтың кесірінен қаншама отбасы ажырасып жатыр, асылып қалғандар бар, өз-өзіне қол жұмсағандар, қаншама тағдырлар талқандалып жатыр. Енді алдымен әңгімеге тұздық болсын, қысқаша бейне материал көріп алсақ. Үлкен экран қарасаңыздар болады, мен артында тұрмын. Өмір бойы болмымен бірге болады, өмір бойы күресем. 25 жастағы Айдынның қас дұшпаны есірткіде, ішімдікте емес, нәпсі. Бәстігуге ол мектеп жасынан құмартқан екен. Әдемі бай өмірге қызығушылығыма басталды. Басында букмекерден постепенно казино и так далее. Байлықтың дәмін сезінуге әркімнің таласы бар, бірақ Айдын үшін оның құны тым қымбат. Соңғы 2 жылда ғана 20 миллион теңгені желге ұшырған. Мен өзім жалпы әлеуметтік жоғары отбасыда туылғам. Мен сондайға үйреніп қалғанмын. Қарызда ала бастадым. Ала бастап, сосын соңына қарасам, уже бір үлкен бір сумма жиналып қалған. Мен ойынды көрдім. Осылайша 4 жыл бойы құмар ойынға құныққан Әлихан қаражатпен абырой ғана емес, жарынан да айырылған. Көмек сұрамасам, туыстарымнан, жақын адамдарынан, осы центрден, то түбінде мен либо түрмеге түсуші едім, либо уже дұрыс емес адамдардан қарыз қалып, олар мені уже өлтіріп қойшы еді. Бүгінде орталықта 100-ден аса жанға психологиялық көмек көрсетіледі. Олардың жасы да, жағдайы да әр алуан. Ешқайсы өз еркімен келмейді. Шарасыздық жетелейді. Орталыққа жатқызу мәселен ақылы ғой, қанша болады? 380 мың айына. Ата-аналар келеді, жағдай жоқ, пенсияда, баласы осындай жағдаймен түскен. Бізде қоры бар, ата-аналар өздері бір-бірінен көмек береді, бірақ ол енді біреуіне берсе 10 адам қалып қалады. Көрдіңіздер ғой, тіпті ойын құмарлықтан 350 мыңнан астам адам зардап шегеді дейтін цифрлар сұмдық қой. Және жақша ішінде 2 қаһарманды көрдіңіздер, 2 кейіпкер көрсетті. Біреудің жағдайы бар, бой алдырған азартқа, екіншісі мәжбүрліктен келдім дейді. Аманжан мырза, психолог ретінде айтыңызшы, осы ойын құмарлықтың төркіні өзі неден басталады? Енді ол әлеуметтік жағдайға да қарамайтын сияқты. Жоқ, ол өзі көп факторға байланысты. Ол біріншіден қанына байланысты, ұрпағына, бір жерден социумға байланысты, әлеуметтік адамдар қасында болған достарына байланысты, үйде қандай ауыр көп байланысты, өзінің адамдардың ішінде қандай ішіндегі өзінің характерға байланысты, көп сондайға байланысты. Ол конкретно мынадан болды, анадан болды деп айтамаймыз. Совокупность көп факторға байланысты. Тәуелді адам болатын үшін. Енді көп адамдар ойнайды, бірақ бізге түсетін жалпы әлем бойынша алсақ, 5-10% ғана адамдар тәуелді болып есептеледі. Енді ойнайтындар бар, енді түсетін тәуелді болады. Жақсы, проблеманың өзін айта беруге болады ғой. Дегенмен мына бір мәселеге тоқталсақ, бүгін осы тақырыпқа эфир арнауымызға түрткі болған бір мәселе, біздің парламенттегі бірқатар депутаттар топ өздері бір бастамашы болып, заңды қайта қарағалы жатыр деп естіп жатырмыз. 25-тен астам тіпті өзгеріс енгізуі мүмкін дейді. Мәди мырза, сіз осы жұмыс тобының ішіндесіз ғой, қайта қарауға не түрткі болды? Жағдай расында бір алаңдатарлық па? Әрине, енді көзге көрінбегенмен, бізде мысалға көбінесе ресми статистика бойынша Қазақстанда 9 осы ұлдаман тіркелген деп бізге үнемі айтумен келеді. Бірақ бейресми ақпараттар бойынша осы уақытқа дейін, әсіресе соңғы жылдарда еліміздегі бұл құмар ойындарға бәстігуге әуестенген азаматтардың әртүрлі сарапшылардың пікір бойынша 350 мыңнан астам азаматымыз осы қазір құмар ойын айналасында жүр деуге болады.
2021 жылы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында мемлекет басшысы осы тақырыпты жаңағы лудомания мәселесін көтеріп, әсіресе жастарға, жас отбасылардың ажырасып кетуіне, жалпы отбасылардың тақырға отырып қалуына себепкер болып жатыр деген өзінің арнайы тапсырмасын берген болатын. Бірақ енді құзырлы мемлекеттік орган бізде министрлік осы уақыт аралығында ешқандай да бір шаралар қабылдамаған себебінен біз мәжілістің қабырғасында парламентаризм институтымен бірлесе отырып, осы заң жобасына қазіргі таңда 30-ға жуық арнайы өзгерістерді әзірледік. 2-3 жаңағы отырысты өткіздік. Бұл жерде барлық тарапты жинап отырып, енді алдағы уақытта үкіметтің қорытындысына жіберетін боламыз. Кейіннен барып, ол мәжілістің қабырғасында талқыға түсіп. Сіз түсінген министрлік шара қолданбаған соң өзіміз кірісіп жатыр деген кезде. Енді министрлік әзірлеп жатқан, былайша айтқан кезде заң жобасын біз тездетуге тырыстық. Өйткені қазір біз қол қусырып отыра беретін болсақ, жылдан жылға бұл мәселе өрши беруі мүмкін. Сіздерден сұрайық, сіздер неге енді қол қусырып отырсыздар? Бұл деген енді біз министрлік жұмыс жасамай жатыр деп енді айтуға болмайтын шығар. Өйткені бұл жаңағы депутат мырза айтып отқан заң жобасы негізі бұл өзгерістерді жалпы пакет поправок біздің министрлікпен бірлесіп жасалған. Өйткені бұған дейін бірнеше рет біз салалық ассоциациялармен бүкіл Қазақстанның азаматтарымен бірнеше кездесулер өткіздік. Осындай тиісті бір бастамашылық еткен бірнеше өзгерістер ол министрлік тарапынан да бірнеше ұсыныстар болды негізі. Соның ішінде ең біріншіден, ең бастысы ол біздің Қазақстанның азаматтарының құқықтарын қорғау бағыттарына бағытталған. Осылай. Ұсынып жатқан өзгерістердің бәрімен танысып шықтыңыздар ма? Қосылмайтын тұстар бар ма? Ол ұсыныстардың ішінде біздің ұсыныстарымыз да бар. Өйткені біз бірнеше рет әртүрлі алаңдарда жалпы бизнеспен де, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен де бірнеше талқылаулар өткіздік. Өте бір үлкен бір талдау жүргіздік. Жаңа енді айтып отыр ғой депутат мырза, не бойынша жалпы осы ойын бизнеске тәуелді, сосын ойын бизнесі туралы заң бар. Сол заңға сәйкес бізде өз-өзін шектеу қойылатын сондай мүмкіндік бар. Осы күнге дейін негізі осындай жалпы қаншама ойын бизнеске тәуелді адамдардың саны статистикасы жүргізілмейді, бірақ біздің мемлекеттік органмен тиісті тізім жүргізіледі. Самоограниченный деген сондай бір тізім бар. Соның ішінде қазір 2000-нан астам уже кісілер, азаматтар өздеріне өздері өз еркімен шектеу қойып, осы тізімге енгізіліп отыр. Яғни оларға тыйым салынған осындай ойын бизнесін ұйымдастырушылар тарапынан сол бәс тігуге және құмар ойындарға қатысуға сондай шектеу қойылған. Енді бәріне бірдей тоқталып жату мүмкін емес. Мен өзім бір-екі жерді түртіп қойып едім. Мәселен, енді екінің бірінде қазір несие кредит бар ғой. Сол мерзімнен асырып 90 күннен асырып төлемей жүргендерге тыйым салынуы мүмкін дейді. Білмеймін, оның бәрін қалай бақылап отыру меніңше мүмкін емес. Бұл біздің депутаттық жаңағы әріптестерімізбен бірге ұсынған жоба. Енді бұл жерде халықаралық тәжірибеде бар. Біріншіден, екіншіден Европа мемлекеттерінің кейбірінде 2021 жылы алиментін төлемей жүрген азаматтар осы құмар ойындармен егер айналысатын болса, оларды кіргізбей шектеу жою бойынша да заң қабылданған. Ал қазір біз бұл жерде 90 күн немесе 180 күн деген аралықты қарап отырмыз. Яғни 3 ай немесе жарты жыл өзінің берешегін төлей алмай жүрген азамат, ол қалай келіп казиноға немесе басқа да бәс тігуге ақша табу мүмкін деген ұсынысымызды беріп қарастырылып жатыр, талқылау үстінде. Сонымен қатар бұл жерден бірінші кредиттік бюро бар. Бұл кісілермен де хабарластық, сөйлестік. Ол кісілер бұл жобаға әлеуметтік маңызы бар жоба ретінде қарап, яғни өздерінің цифрлық системасын, ақпараттық системасын казиноларға немесе букмекерлік кеңселердің ортасында. Енді бұл көбінесе казиноға байланысты. Ойын омартқандардың басқа біреудің атымен де кіре салуы мүмкін бұл жерде. Енді ол жайттар да бар, бірақ біздің жасап жатқан дүниеміз алдын алу, ескерту. Сонымен қатар берешегі бар адамдарды ары қарай белшесінен қарызға батпасын деп, ең болмаса бір шектеудің амалдарын қарастыру. Бұл жерде сол жерге келетін азаматтардың отбасыларына қатысты. Ол тек қана бір адам емес қой, отбасы бар, әулеті бар, жұмыс орны бар деген іспетті. Әрине бұл қазіргі таңда қатты талқыға түсіп жатқан, сонымен қатар бір пікірталас туындап жатқан мәселелердің бірі. Енді ойын құмарлық жайында айтып жатырмыз ғой, жаңа екі азаматтың мәселесін сюжетте көрсеттік. Енді бұл жерде періште болудың қажеті жоқ. Ойын құмарлыққа бой алдырғандардың арасында бізде мемлекеттік қызметшілер де аз емес, тіпті 500 миллионның басына су құйған. Ошол прокурорлар тексеру нәтижесінде біраз дүниені әшкере етті. Экранға беріп қойыңыздаршы, мен оқып берейін.
Мінекей мына мемлекеттік органдардың өкілдері деп жатырмыз, жиыны 305. Бұл енді ресми ғана ақпарат, шындығында бұдан да көп болуы мүмкін. Міне ішкі істер министрлігі 97 дейді, қорғаныс министрлігі 95, қаржы министрлігі 25, жоғары сот 7, қаржылық мониторинг жөніндегі агенттік 15 дейді. Енді ішкі істер министрлігі кейбір полицейлердің барып казиноға ойын ойнайтын, олар ресми түрде мойындап жатыр. Міне жемқорлыққа қарсы қызмет агенттік 3 дейді, әкімдер 36, басқа мемлекеттік органдар дейді. Бұл жыл ішінде сіздердің де агенттіктеріңіз бар. Қызметкер 15 деп тұр. Енді сіздің көрсеткен графикаңызда қаржылық мониторинг агенттігінің 15 өкілі ойын ойнап жүр деп көрсетіліп отыр. Бірақ шын мәніне келетін болсақ, біріншіден бұл статистика, бұл сандардың барлығысы бір күнде болған статистика емес. Яғни белгілі бір уақыт аралығында. Әрине, уақыт аралығында бір моментте мысалға әкімдіктердің 36 өкілі бір жерде болу мүмкін емес қой. Белгілі бір уақыт аралығында. Қазіргі біздің агенттікпен қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр. Бұл барлық көрсетілген қызметкерлерге қатысты. Біріншіден аты жөндері, қызметтері бәрі белгілі. Оның ішінде біздің қызметкер бар ма, жоқ па, барлығысын біз қазір біліп отырмыз. Ары қарай оны қосымша ақпарат беретін боламыз, және егер де бұған әрбір қызметкердің әрекетіне арнайы құқықтық баға беріліп, егер де қандай да бір заң бұзушылық болса, оған сәйкес шара қолданылады. Оның ішінде тәртіптік шара да бар, тіпті жұмыстан шығаруға дейінгі шаралар бар. Оны алдағы уақытта біз міндетті түрде басқа ведомстволар сияқты беретін боламыз. Әлбек мырза, мен сұрағым келген, жалпы енді біз казино ойын автоматтарын барлығын Щучинскпен бұрын Қапшағай Қонаев қаласына көшірдік қой. Бірақ осы біздің елдің аумағында бір заңсыз жұмыс істеп жатқан ойын қаналар көп пе? Осы қаншалықты тексеріледі осы бізде? Мен қазір сізге айтайын. Бізде жалпы қаржылық мониторинг агенттігінің бір үлкен бағыттарының бірі бұл заңсыз ойын бизнесіне күрес. Бизнеспен күрес, тосқауыл қою. Егер де статистикаға келетін болсақ, жыл басынан бері бізде 98, 10 айдың ішінде 98 факт тіркеліп отыр. 4,5 мыңға жуық заттай айғақтар тәркіленді. Оның ішінде рулеткалар бар, терминалдар, телефондар, модемдер және тағы басқалар. Енді былай қарайық. Мысалға стоп игра деген арнайы шара өткізіледі. 1 тамыздан бастап 31 қыркүйекке дейінгі аралықта болған, осы аралықта 22 осындай факт тіркелді. Тек біздің агенттікпен ғана. Сонда ойлаңыз, 60 күннің ішінде 22 факт. Бұл дегеніміз не? Әрбір 3 күн сайын бір факт. Жақсы, біз енді мына казинолардың, ойын қаналардың мәселесін айтып жатырмыз ғой. Құрметті көрермен, енді жасыратын ештеңесі жоқ. Білмеймін, мына бізде бәстігу деген бар. Букмекерлік кеңселер. Білмеймін, бұлардың қолданушыларыңға санын айтсам, тіпті таң қаласыздар. Бір шағын үзілістесін қозғайшы осы мәселені. Арнамыздан ауыспаңыздар, қысқаша ғана жарнама. Тікелей эфирдеміз, хабарымызды жалғастырайық. Және енді ойын бизнесі, казино деп жатырмыз ғой. Мынаны түсіндіріңіздерші. Мәселен, менің үйім астында бір дүкен бар, мен күнде астына түсем. Соның жалт-жұлт еткен бір автоматтар тұрады. Қарайсың, кәдімгі ұзын сонар кезек тұрады. Жасыз да ойнап жатады, кәрісіз де ойнап жатады, кәдімгі ақша салып. Енді осыларды біз өзі бір кино дейма, тағы бір ойындар бар ішінде. Осы бір лот ал деп біз өзімізді алдап жүрген жоқпыз ба? Бұда бір құмарлық секілді. Осы не байлы, осыны түсіндіріп беріңіздерші осы. Дүкендерді саулап тұратын. Бұл қызмет, мен айтып кетейін өзіме. Бұл қызмет негізі ойын бизнес туралы заңмен емес, лотерея операторы, лотерея қызметі туралы заңмен ерекіледі. Яғни жаңағы сіз айтып отқаныңыз ол лотоматик шар деп ойлаймын. Өйткені лотоматик деген ол біздің... Жастардың бәрі осы тұрады, кезекте тұрып. 2017 жылдан бастап бізде тиісті Сәтті жұлдыз деген акционерлік қоғамы ұлттық оператор, лотерея оператор ретінде белгіленген. Яғни сол өзінің агенттері бар. Соның ішінде лотоматик, лотоклуб деген сондай точкалар бар. Бұл құмар ойынға жатпай ма сонда? Құмар ойынға жатпайды. Бұл былайша айтқан кезде мен ойымша құмар ойынын бастамас. Бірақ, дұрыс. Қазір бізде 5 мың астам, қателеспесем, 5 мың астам еліміз бойынша осы құрылғылардың жаңағы орын тұрған жерлер бар. Бұл енді ресми. Бейресми мен ойымша одан да көп. Сонымен қатар бұл заңда нақты көрсетілмеген, сонымен қатар үкіметтің бір ғана жарлығын аясында бір өздерінің ішкі ережесін өздері реттейді. Жаңағы ішкі операторларын өздері жасақтайды. Яғни, былайша айтқан кезде бір лотерея деген жақсы атты жамылап отырып, бірақ былайша айтқан кезде расымен де осы жастарды, оның ішінде жасында, кәрісінде осы бір тәуелділікке, яғни бәстігеді 1000 теңге ұтылады, одан кейін барып 5000 теңге ұтылады, одан кейін 10 000 теңге соны қайтарам деп жүріп, тағы барады. Бұл деген алысқа барудың қажеті жоқ. Үлкен қалалардан бөлек қазір аудандарға барсаңыз да, ауданда немесе ауылда жаңағы бір дүкен болса, сол бір дүкеннің ішінде осы автоматты көруге болады. Қазір былайша айтқан кезде
жаппай жаңағы казиноға қол жетпей жүргендердің барлығын, букмекерге қол жетпей жүргендердің барлығын өшіріп табуға осыдан басталады ғой. Бәрі осыдан басталады. Иә, қызығушылық осыдан басталады. Ойыннан 5000 теңге, 100 теңге осыдан басталады. Бұл лото екен, бұл лото, лотерея. Әдем атты жамылбаған. Қызығушылық жалғаса береді ғой, көтеріле береді. Одан кейін букмекерский контора болады, одан кейін ставка болады. Ең соңына уже казино барады. Енді ақшасы бар адамдарға, ақшасы жоқ, осымен қызықшылық көреді, и уже ішіндегі сезімдері өзгереді. Қуанады, или наоборот кішкене қиналады, ренжиді. Осымен басталады жалпы. Осынан басталады. Мұхаммед мырза, расында бұл ол енді басталады болғанда, жалпы сол лото дегендер, ол ең шыңы менің ойымша. Ол ең жоғарғы шыңы, бастамасы емес ол. Ол ең біткен жері. Ол лотон ойнаған адам деген, ол кәдімгі казиноға ішкі мынау азарт дейміз ғой, соны өлтіру үшін. Ол қатты бір ақшада жеңетін адамның түрі емес, ол негіз бар ғой, ол жерде ойнаған. Сондықтан ол мынау жаңа айтып отырмыз, соны лотереяны жамылбаған деп. Ол қой терісін жамылған кәдімгі қасқырлар. Өздері бөлек үйім ашып алған, өздері ешкімді жақындатпайды, өзінің ішкі заңы бар, ешкімге араласпайды. Сосын біз жалпылама талқылап тұрмыз мына жерде. Ойын құмар ойындар деп. Біз енді оның ішінде жік-жікке бөліміз керек. Бұл дамыды. Бұрынғы Қазақстандағыдай емес. Сіз айтып отқан жаңа казино, лотерея деген жаңа лотоматиктер, одан кейін букмекерлік кеңселер. Осы үшеуін үшке бөліміз керек. Казино деген ең жаңағы енді қалталы азаматтар ойнайтын кәдімгі мықты нәрсе. Бұрыннан дамып кеткен лотоматик кішкентай адамдарға, бұқара халыққа арналған ең көп таралған кеңсе. Ал мынау үшінші букмекерлік кеңсе деген бұл солардың ішіндегі ең әлсізі. Бұның пайдасы өте зор. Негізі букмекерлік кеңселерінде бұлай беріп жатқанда пайдасы. Енді солар лоббин қорғап тұрған жоқсыз. Қаншада букмекер ойын? Айтыңызшы, мойындаңызшы. 20-ға жуық букмекерлік кеңсе бар. Жоқ, қанша адам ойнайды шамамен бізде осы? 1.800.000-ге жуық адам ойнайды. Қазақстанда. Бізде тұрақ түрде 1.800.000 адам ойнайды ма? Ойнайды, иә. Әлем чемпионатының кезінде бұл цифр неге негізделген? Бұл деректер. Бұл Қазақстан букмекерлер қауымдастығы деген құрылған, соның беріп отырған ақпараты. Чемпионат кезінде қаншаға дейін барады? 4 миллионға дейін барады. Әлем чемпионаты басталады бір айдан кейін, бір ай емес, 2 апта қалды. Бізге адамдар көп келеді чемпионаттан кейін. Иә, әрине. Адамдар келеді. Өйткені елдің бәрі қойып бастайды. Өйткені спортивный елдің бәрі қойып ұтылады. Қойып ұтылады. Бір адамның бізге бір адамның кейін 15 адам зияны көреді. Ойыншыға пайдасы бар ма? Енді біз қараңыз, біз адам құқықтарын шектеу мәселесінде қарап отырмыз. Мысалға, бәс тікісі келетін адам бар. Ол 20 жыл болды. 20 жыл бойы тігіп келе жатқан адам болуы мүмкін. Біз бұрын мынау қаланың ішіндегі кеңселердің бәрін жаптық та, ол қазір ғаламторға, интернетке кетті. Интернет деген өте кең ауқымды нәрсе. Оны ешкім тоқтатамайды. Біз осы біртіндеп даму сатысына келді бұл букмекерлік кеңселер. Біз қазір айтып отырмыз, бір адамды шектеп тастаймыз, ол ешқашан бәс тікпейді. Ол мысалға бұл Европа бұрын, осыдан 20 жыл бұрын өтіп өткен бұл этаптан. Мысалға Сербияда тұратын азамат, оған Сербияның билігі шектеу қойды. Ол не істейді? Оның қолында смартфон бар, құдайға шүкір интернет бар, Европада тұрады. Ол Хорватия мемлекетіндегі жаңа букмекерлік кеңсеге барады, тіркеліп, онлайн ақшасын тігіп, бәрінде евро, бәрінде бір ақша, солай ойнай береді. Қазақстан азаматтары да бар. Олардың ішінде ресейлік букмекерлік кеңсеге, жаңа атақты Лондондағы букмекерлік кеңселерге Уильям Хилл сияқты соған тіркелгендер бар. Сөйтіп ойнап жатқандар. Қазақстанның нарығынан, деңгейінен өсіп кеткен адамдар. Дегенмен бұл жерде де біз ойлануымыз керек. Жаңа миллиондаған адамды айтып отыр ғой. Дәл сол білем. Букмекерлік кеңселерге соңғы көлігіне дейін, үйіне дейін тігіп тастаған, ажырасып кеткен. Осы жақын арада өздеріңізге заң жобасында бұл нәрсе қамтыла ма, айтыла ма өзі? Бұл жерде заң жобасында жалпы адамдардың құқығын шектеу деген мәселе мүлде жоқ. Керісінше, мына азаматтарымыздың алдын ала ескерту, алдын ала жоспарларын қарастыру, профилактикалық шараларды күшейту, жарнамаға жаңағы жартылай болсын шектеу қою деген іспетті мәселе. Ол жерде бір бәрін жойып, жоқ болмасын деп алып тастап, немесе басқа бізде болмаса Қырғызстанға барады, бізде болмаса басқа көршілерге барады деген іспетті. Олай емес, керісінше бір жүйеге келтіру. Мына бассыздықты немесе бір 2-3 жылдан кейін болып келетін жағдайды азда болсын алдын алу. Жаңағы біз айтып отырған, мысалы жаңа айтып өтті ғой, мына ресейлік ешқандай шектеу жоқ, жаңағы өздерінің сайттары арқылы біздің азаматтарымыз өзіне алып кетіп жатыр. Соны шектеу үшін жаңа тек қана арнайы біздің өзіміздің ішкі нарығымызда, ішкі интернеттерді арнайы жаңағы реестрін жасай отырып соларды бекіту, яғни заң жүзінде лицензиясы бар, істеп атқан, ашық, ешқандай да бір подпольный емес. Домені жоқ,
тіркелмегендердің тыйым салынады деп, бұлар дәл тізімдер сол бар бар, ма? ол бізде? заң Олардың бойынша қарастыру. барлығы мақсат оның да шешімі бар ғой. Ол мысалға Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктерінде болдық, иә, мысалға қарадық. Ол жақта букмекерлік кеңсе осы кезге шейін тыйым салынып келген. Енді ислам мемлекеті ғой кәдімгі тура. Солардың өзі қазір рұқсат беріп отыр. Өйткені арабтардың өздері, жаңа Біріккен Араб Әмірліктері мен Сауд Арабияда тұратын адамдар Малайзия, Индонезияның сайттарына кіріп, сол жаққа ақшаны шығарып жатыр. Ақша іштегі жүрген, сол жаққа сыртқа кетіп жатыр. Соны есептеген олар өздерінің ішінде мемлекеттің қадағалауымен букмекерлік кеңсе ашты. Яғни ойнағысы келеді, ұтылғысы келеді, қалтасында ақшасы көп азамат бар ғой, ол ойнағысы келеді ғой. Оның құқығын қалай шектейміз? Ол ойнайды да, бірақ ұтылған ақшасы сол мемлекеттің ішінде қалады. Қаншақты табыс қалып жатыр осы бюджетке содан ал? Енді біршама қаржы түсіп жатыр ғой, мысалы миллиардтаған 80-ге жуық миллиард. Бұл жерде келіспейтін бір жайт бар. Жалпы туылғаннан счет ашылып дивиденд түсетін Араб әмірліктерімен енді әрқайсысына ақша түседі, әрқайсысына ақшасы бар. Біздің қазіргі Қазақстандағы жағдайды салыстыруға келмейтін шығар. Өзі жалдамалы пәтерде бала шағасымен, әйелімен, сонымен құмар жаңағы ойын құмарлыққа барып жатыр, былайша айтқан кезде соны алдын алу шараларын қарастыру. Болса, пәтерде жалдамалы тұратын болса, ол неге? Ол ақымақ па ол адам? Ол неге бәс тігеді? Қылмыстық қарамаймын енді. Жоқ, ол неге бәс тігеді? Ол адамның өзі іші ойламайды. Ол сана түзелмей, миы түзелмей. Оны ешкім шектемейді. Оны былай да шектемейсің, құқықтық тұрғыда да шектемейсің. Ол адамның миын, санасын тазалау керек. Ол үшін психологтар керек, реабилитационный орталықтар керек. Одан кейін барып микрокредитке барады, ломбардқа барады. Мына агрессивный жарнаманы и осы ойындарын мен сізді түсінемін, дұрыс, енді ол бизнес, ол бұрыннан болған, қазір бар, оны ештеңе істей алмаймыз. Мен ойымша оны агрессивный жарнамаларды алып тастап, кішкентай кезден балалар осыны ойнамасын, басталмасын. И жақсы жұмыс отбасымен, жанұямен жұмыс жасау керек, баланың уақытта дұрыс құндықтарын дұрыс жасау керек. Сосын осы бағдарламаның барысында айтылып жатыр да, мынау ұтылған, анау бүйткен, ұтып жатқан адамдар туралы неге айтпаймыз біз? Бар, олар да бар ғой, байып кетіп жатқан адамдар. Содан ілініп қалады. Букмекерден байған адам бар ма? Бар, әрине. Көптеген адам бар. Бұл сөзін айтып еді ғой. Бізде ғана жоқ. Бізде ғана және мынандай нәрсе бар. Мысалы, Европаны айтып жатырмыз ғой. Германияда әрбір жерде тұрады осы букмекерлік кеңселер. Бірақ оларда көп ұтыла берсең, қара тізімге кіргізіп тастайды оларда. Көп ұтылған адам. Қазақстанда да бар ғой. Қолың жүрмейді екен. Бізде керісінше көп ұтқан сайын қара тізімге енетін сияқтысың. Жоқ, бізде Қазақстанда 2000-ға жуық адам осындай қара тізімге енген. Олар өздерінің жеке куәліктерімен тіркеліп ойнай алмайды. Олардың құқықтары шектеулі. Енді ол өзі ойнай алмағанмен сіз ағасына алып тура солай өте береді. Басқаның атынан тіркеле салу. Әрине ол барған сайын қиындықтар туындайды ғой, ойыншыға да кедергілер пайда болу керек те оғанда. Вот соны түсінеді. Соңғы өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда әлеуметтік желінің бәрін шулатты, мына қай өңірде екені есімде жоқ. Бірақ жаңағы өзі ұтылған букмекерлік кеңсені барып өртеу жіберген Ақтауда ғой? Ақтауда. Бірақ енді сондай, бұл мен ойымша тек қана бастамасы. Сондай оймен жүрген азаматтар елде аз емес. Сондықтан да қазір біз дұрыс әрине түсінеміз. Бай сүйресек, жаңа арбасына бай сүйресе өгіз өледі деген іспетті ашық түрде салығын төлеп жатқан, жаңағы 10%-ын арнайы қоғамдық қорларға аударып жатқан, заңды түрде істеп жатқан мына кәсіпкерлерге әрине зиян тиіп кетпеу керек. Бірақ жаппай барлық жерде жаңа жарнамасы кетіп, ұлттық арна болсын, қандай арна болсын деген іспетті тисе терек, тимес бұтаққа жаңағы өздерінің логотиптарын қойып қояды. Оның барлығы бәрібірде психикалық түрде әсер етеді. Дегенмен Ермұхамед мырзаның бір сөзіне келіспеймін. Енді казинолармен салыстырғанда ең әлсіз деп жатыр ғой. Керісінше сияқты. Көп отбасылар әке шешесі де білмеуі мүмкін. Қазір өте оңай. Мобильді қосымшасын көшіріп алу. Қандай ойынға бәстігіп отырған деп казинонікі де бар ғой. атадан өзі білмеуі мүмкін. Казиноның да мобильді приложениесі бар. Жоқ, казинонікі болса ол уже заңсыз деп саналады. Өте қиын сияқты. Интернет казино, электронды казино полностью толығымен тыйым салынған. Бірақ шетелдіктер беріп ашып жатыр ғой сен. Ақшаны сыртқа кетіп жатыр, оны ескеру. Агенттік біздің бірлесіп бас прокуратурамен бірге, сосын ақпараттық даму министрлігімен бірге ондай бүкіл сайттарды бұғыттаймыз біз деген. Сонда кибернадзор деген бар. Енді әріптесім қазіргі уақытта осы әріптесім айтып отырған кибербақылау жүйесінің өзінде 9,5 мыңға жуық сайт тәулік бойы мониторингілеп бұғатталды. 9,5 мыңға жуық. 9,5 бұғаттайсыз, ертесі күні тағы да. Дұрыс айтасыз. Осы жердегі бір айтар техниканың дамыған заманы соншама бір әрпін немесе бір сан өзгертеді, зеркальный сайт, жаңа сайт ашыла қалады. Сондықтан бір сайтты жапсақ, 3 сайт ашылатын заманға келдік. Енді қазір осы жерде студия қонақтары айтып тұрған немен сәл
толықтырып жіберсем, рұқсат болса, сіз өзіңіз айтып өткеніңіздей, осы жағдай осы 20-30 жыл бұрын Еуропада болған деп өзіңіз айттыңыз. Қазіргі уақытта бұл жағдай біздің басымызға келген, біздің елге келген, сондықтан бұл жерде кішкене заң жүзінен ба, қосымша шектеулер енгізу арқылы осыны реттемесек болмайды, біріншіден. Екіншіден, психологтың айтып отырғаны меніңше өте дұрыс, себебі бәрібірде отбасынан, бала шағынан бастап айтып өту керек. Оны Мәди мырза жақсы біледі. Қаржылық мониторинг агенттігі тарапынан осындай ұсыныс болды. Яғни мектептердің жоғарғы сыныптарында және колледж университеттердің бірінші, екінші курстарда қазіргі уақытта біздің экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлері барып арнайы дәріс, ол жүйелі түрде дәріс өткізіліп жатқан. Экономикалық қауіпсіздік, экономикалық грамотность. Осы жайында қазір толыққан, яғни білім министрлігімен келісілген, депутаттар қолдап өткен нәрсе. Сондықтан ештеңе жасалмай жатыр деп айтуды да дұрыс емес шығар. Бірақ әрине, бір минут. Әрине, заң жүзінен де, заң тарапынан, яғни заң саласынан бір өзгерістер болса, ол да жақсы болады деген ойдамын. Мінекей мақсат, қараңыз, қазір мен тура осы студияда тұрып, мынау ресейлік сайт Адмирал деген X деген атақты сайт. Аты жарды мүмкін, оны айтпаңыз. Жоқ, мысалға да көп осындай казино, міне ресейлік казинолар міне ашып тұр. Кезген адамға қол жетімді және. Енді әрине, мына жерде быстрый регистрация. Қазіргі кезде үкіметпен тиісті тапсырма берілген цифрлық даму министрлігіне парсинг деген ұғым бар екен. Соның искусственный интеллект арқылы осындай сайттардың бір ключевой бір сөздері болады. Сол сөздермен автоматты түрде осындай тиісті сайттарды бұғыттайды. Сондай бар екен, блокировка. Бұғаттап қысқан сайын бұлар да түрлі амал айлан таба береді ғой. Ертемен таңғалмайын, егер уақыт өте келе, мұнан барлығымыз бұғаттарымыз жасаймыз, объекттеріміз, бірақ уақыт өте келе және телеграм каналдар арқылы. Ол мүлде қиын нәрсе. Ол адамнан құлдық артылған ба? Тағы бір мәселе бар, мен бағана Мәди мырза айтқандай, бізге келеді ғой, жанұя, қарыздар көп, ол ойнайды, тағы бере береді. Басында 20 миллион бар болса, тағы бере береді. Осын жабамаймыз, барады кредитный бюроға, айтады, бірақ жаппайды. Соны бір шешілсе, қара списокта үйдегілер кеп айтса, мен балам ойнайды, ойын құмарлыға тәуелді, жауыпстыңдар. Соның өзін айта алмаймыз ғой кейде. Жоқ, айтқан адамдар бар, бірақ жаппайды, бәрі бере береді. Сөйтіп жанұя бәрі қарызға кіріп кетеді. Осыны кішкене тоқтасақ, мүмкін ақшасы жоқ адам кішкене уже тоқтайды да, кішкене болса да семьяға, кішкене жанұяға эфир арқылы біз пайдалы кеңестерде көбірек айтуымыз керек. Сол ойын құмарға бой алдырғандармен сөйлесесің ғой. Басында енді 1000-2000 теңгеден бастаған. Неге тіге бересіз десе, мен болмаса салған ақшамды қайтару үшін. Сол үміт қой, өшпейтін үміт. Казиноны жеңген адам бар ма? Ондай адамдар жоқ. Бар ғой неге? Ассоциациялардың өздері мойындап тұр, ондай жоқ. Бұл жерде ойын жеңген адам жоқ. Аты ойын ғой, ойын бүгін бар, ертең жоқ, ойын ғой. Негізі оның зерттегенде былай қарағанда казино дегеннен шығады ғой. Бізде білесіздер енді казино ойын автоматтарын барлығына Щучинспен бұрын Қапшағай Қонаевқа көшірдік. Енді қазір сол Қонаев қаласы облыстың орталығы болып жатыр. Сол тұрғындардың өзінен біз сұрап көрдік. Пікірлерін білейікші осыған байланысты. Режиссер, экранға беріңізші. Ұтып алуға болады ма? Ұтып алуға болады негізі, олар бір какой-то определенный уақытта ұтат шығарсын, наверное, а потом екі есе алады ғой қайтып сосын. Казинодан ұтыстан түскен жаңағы ойнаған адамдардың ақшасы кейін сосын қайда кетеді деп қалай деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, ол енді ол кісілер бар кісілер ғой, қалтасы бар кісілер. Қалтасы жоқ та ояқта не бар? Ақшасы бар адамдар өздерінің енді чиновниктер бар шығар, ояқта. Ақшасы көп солай айтқанда қазақша айтқанда. Әпсетте байып кету деген ол оп-оңай байып кеткен адам оп-оңай кәсаққа кіріп те кетеді ғой. Ол мысалы талай көріп естіп жатамыз, мысалы біліп жатамыз, біреу үйін ұтып тұрады, біреу жаңағы дүниесін ұтып тұрады, ең соңында асылып өлгендер де бар мысалға. Бұл Құдай сақтасын, енді ондай нәрсе болмағаны дұрыс қой. Қазақ халқы ешқашан казино ойнамаған. Бұл азарт ойындары керек емес бізге негізі. Қазақ халқына, Қонаев қаласына да керек емес. Қонаев қаласынан алып тастаған жөн болар. Қонаев қаласын айтып жатыр ғой, Баядоз Қапшағай десе білмеймін, суға шомылу үшін баратынбыз, демалыс орны деп қарайтынбыз, біреулер казино ойнау үшін барады. Енді қазір облыс орталығы ғой, Қонаев десе бір
расында казиномен ассоциация болмау керек шығар мүмкін. Ассоциация болмау керек. Қалай ойлайсыздар? Облыс орталық енді. Мәдени шаралар да өтеді бұдан кейін. Енді олар мемлекет деген қаржы тауып отыр ғой. Облыстың бюджетіне өте зор ақша түсетін болады. Енді сіз қараңыз, қазір жаңа казинолардың, жаңа лотолардың, олардың беріп жатқан мәселесін қарайық. Ештеңе де беріп жатқан жоқ. Мысалы, салық енді әңгіме жоқ, салығын төлейді ғой бәрі заң алдында. Бірақ мына әсіресе букмекерлік кеңселерді алыңыз. Қазақстанда футбол командалар бар. Әр облыста бір кәдімгі ірі деңгейдегі футбол клубтары бар. Солардың барлығында бір букмекерлік кеңседен демеуші. Тіпті екінші лигада ойнайтын Қызылордалық Қайсардың демеушісі де букмекерлік кеңсе. Олар Қазақстанның екінші лигасының 2023 жылдан бастап демеушісі. Олар қайырымдылық жасайды. Қаншама зағип жандарға коляска дейміз, арбаларын алып береді, қайырымдылық шараларға да береді. Осындай нәрселерді біз ұмытпауымыз керек қой. Жанкүйерлерге қаншама акциялар ұйымдастырды мысалға. Олардың біразын шетелдегі матчтарға апарып жатыр деген сияқты. Ондайды да біз қайырымдылық арқылы біз табыс түсінікті ғой, ол шығарады ғой. Жарайды, заң жобасын қайта қарап жатырмыз ғой. Жалпы енді ойын бизнес арқылы біздің бюджетке қанша пайда түсіп жатыр десек, 80 миллиардтың жарты жылдағы статистика, жарты жылдағы 80 миллиард дейміз, 4-нен астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған сала дейді. Енді сіздердің жауапкершілікті күшейтеміз деп жатыр. Осының арқасында мүмкін табысты көтеру жағы қаншалық қарастырылған? Бұл нәрсе талқыланды ма сіздер? Жалпы біз жаңа талқылап шулатып жатқан мәселе, жалпы Қазақстанда 6 казино бар, ресми түрде тіркелген. Оның 5-еуі жаңағы біз айтып отқан Қонаев қаласында, 1-еуі мына өзіміздің Көкшетауда. Енді олардың әрине біздің жаңағы бюджетке түсіріп отқан ақшасы, қаржысы бар, ол заң түрде. Бірақ та енді жаңа сіз айтып отырсыз, қайырымдылық жасап жатыр, көмектесіп жатыр. Онда қаншалықты ол ажырасып жатқан отбасыларға, құрдымға кетіп жатқан азаматтарға пара-пар. Онда біз кез келген нәрсені, мынау қайырымдылық жасап жатыр, мынау жаңағы спонсор болып жатыр, көмектесіп жатыр деп жылы жауып қоя беруге болады. Бірақ таразының салмағына екеуін қойған кезде қай жағы бізде? Мына жапа шегіп жатқан, жаңағы ойран болып жатқан отбасылар, тақырға отырып жатқан отбасылар, қарыздан қарызға белшесіне батып жатқан жаңағы азаматтарымыз жоқ, әлде бір 20 облысымыздағы 20 командаға көмектескеніміз ба? Сондықтан бұл жерде де мен ойымша таразының халық жағы басымырақ болатын сияқты. Енді мына Англиядағы букмекерлік кеңселерді алып қарайық. 1913 жылы ашылған мысалға да кеңселер бар. Солар әлі күнге шейін жұмыс істеп келе жатыр. Ол Еуропа, Ұлыбритания, Тұманды Альбион, о жақтың парламенті бұрыннан осы мәселені көтерген. Олар да ақымақ емес қой енді. Олар жұмыс істеудің реттестіріп жаңағындай адамдарға қатты кіріп кетпеу үшін осы сіздер сияқты адамдарды, мынау реабилитационный центрлер дейміз ғой, адамдарды барысымен кіріп кетпеу үшін арнайы тегін орталықтар ашып тастаған. Соған барасыз, мемлекеттік орталықтар ма? Сіз сөзіңіз түскен бұл букмекерлік болсын, казинолар болсын, ол бизнес қой былай қарасақ. Сонда біз тек қана бұларға бизнес нысан ретінде ғана қарауымыз керек пе сонда? Бір отбасында қай қазірде әкеліп жатыр ау деген. Жоқ, енді ана екінші жағын да ойластыру керек қой. Біз енді тек қана қарсы алып отырған жоқпыз. Мынандай нәрсе барды. Тұман Альбион, Англия кішкене көз қарасы кішкене басқаша деп ойлаймын да. Адамдардың менталитет, олар кішкене санасы басқа, біздікі жастар, қазір балалар енді шыны керек, оған дайын емес, ондай технологияларға, ондай ойынға олар кіріп кетсе, бүткіл жанұяны кіргізіп жібереді о жерге. Тоқталай алмайды. Сол үшін енді бұл жерде олармен саластырып келмейді сияқты деп ойлап тұрмын да. Біздің қоғам дайын емес деп қашан күтіп отырмыз? Біз соны дайындауымыз керек. Біз олармен жұмыс істеуіміз керек. Халықты дайындауымыз керек. Біз оны енді біз көп жерде букмекерский контора аша берсек, енді қазір бүгін көз қарасы көрсек, енді ол жақсы жаққа алып келмей жатыр. Бізде, например, қазір 100 адам орталықта жатыр ма, ем алып жатқан, оның 60% игромандар жатыр. Оның 60% қазақтар бәрі. Мына бір нәрселе қысқаша тоқталайықшы. Заң жобалар қарап шықтым ғой, соның ең басында тұрған заңсыз ойын бизнестеріне жауапкершілікті күшейту, қылмыстық жауапкершілік қарастырылғандай дейді осы. Ал қандай жауапкершілік қарастырылып қылмыстық дегенде? Бұл жерде қылмыстық болған кезде жаңағы біз айтып отырмыз, жарнамаға байланысты, сонымен қатар жаңағы 90 күнді бар азаматтарды кіргізгеніне байланысты бар жаңағы өзгерістердің ішінде жауапкершілігін күшейту. Мысалға жарнамаға байланысты біз оны жаппай алып тастайық деп отырған жоқпыз. Арнайы ресми сайттарда, осымен айналысатын интернет ресурстарда, сонымен қатар жаңағы ұлттық спортпен айналысатын телеарналардың ішінде жарнама жүргізілуіне болады. Бірақ сол шектеу бұзылған кезде
жауапкершілікке тартылатын болады. Міне осы іспетті жаңағы әрбір пункт қарап шығатын болсаңыз, 90 мен 180 күн арасындағы азаматтарды кіргізетін болса, сонымен қатар букмекерлік кеңсенің ішінде ломбард пен микро займ орталықтарын ашатын болса деген іспетті кірген кезде біз қазір арнайы түрде казино болсын, жаңағы букмекерлік кеңсе болсын, ескерту тақтайшаларын ілгізуді заңға да қарастырып отырмыз. Осы негізгі мәселелер. Кешірім сұраймыз, енді уақытымыз тәмамдалып қалды, бірақ келісесіздер ме, келіспейсіздер білмеймін, көрерменге бірақ нәрсе айтып келеді. Сіздер айтып отырған казиноны, бұл букмекерді жеңген адам жоқ, ойнамасаң ғана ұтасың. Солай емес пе? Өмірдің өзі лотерея, бірақ билет алуға әркімнің ақшасы жете бермейді ғой. Белгілі философ Станислав Янковскийдің бір айтқан сөзі есіме түсіп отыр. Өмір лотерея, сәтсіз ұтыстан сәтті қателік маңызды деген екен. Яғни сабақ алуды меңзегені ғой. Әңгіменің ақиқаты да осы, ақиқатты танып, бойындай білу біздің мақсат екенін айтудан сірә мен жалықпаспын. Аман жүздескенше.